Қазақ елі қуанышты жаңалық. Жаңа жылда әлемдегі ең қуатты армиялардың тізімі жаңартылды. Американың әскери статистика сайты жасаған рейтингте Қазақстан армиясы 58-ші орынға тұрақтаған екен. Тізім бойынша қазақ әскері орталық Азиядағы ең күшті армия атанды. Енді қараңыздар. Тоқаевты мықты дипломат дейді кейбір сарапшылар. Енді осы Тоқаев Орта Азия елдерінің басын біріктіре алады ма? Егер осы миссияны Тоқаев атқарып шығар болса, Қазақстан тарихында емес, бүкіл әлемдік тарихта ойып тұрып орын алар еді. Егер Орта Азияның басы біргер болса, қандай сыртқы күшке болсын төтеп бере алатын Қытай мен Ресейге жалтақтап күн кешпейтін күнге жетер едік. Бұл ойдан шығарған қиялым емес, шынайы тарихта болған үлкен оқиға. Тоқаев та бұл тарихты мүмкін білетін шығар. Ендеше асықпай тыңдаңыз. Қытайдың солтүстігінде көшпелі өмір сүріп жатқан манчжур тайпалары 1644 жылы алып Мин империясының тас талқанын шығарып, түгел Қытайды жаулап алады. Олардың тәбеті ашылғаны сондай. Енді манчжур қолбасшылары Қытайдың шекарасынан әрі асып, айналасындағы Корея, Тибет, Үнді Қытай елдеріне шабуыл жасап, моңғолдар одан әрі жоңғарларды талқандап, тіпті Жоңғария мемлекетін тарих бетінен жойып жібереді. Абылай хан бастаған қазақ әскерімен тіпті Сарыарқаға дейін шайқасып, Сібірден мысық табандап жақындап келе жатқан сонау Ресей әскерімен де шайқасқа түсіп үлгереді. Бір сөзбен айтқанда, қолда бар мүмкіндікті пайдаланған Цин империясының генералдары жан-жағын жұтып қойып жатты. Көшпелі халықтардың соңғы державасы болуға шақ қалған Жоңғарияны жойып жіберген Цин империясы. Ол жерге Шыңжаң аймағын құрып, енді Ташкент пен Ферғана жеріне жылжуды ойластыра бастайды. Қытайлардың қаптаған әскері сол кезде күллі Орта Азия билеушілерінің зәресін ұшырғаны сондай. Осыған дейін өзара жауласып, бір-бірімен қырқысып келген хандар мен әмірлер енді алауыздықты қоя салып, бірігу керектігін түсінуі таң қаларлық жағдай. Жолындағысын жайпап, кедергі кездестірмеген Қытайдың қаптаған әскеріне жеке-жеке жатқан қазақ ордасы, Қоқан хандығы, Хиуа мен Бұхар жерін жұтып қою соншалықты қиын емес еді. Оның үстіне, тарихқа қарайтын болсаңыз, шамамен 1000 жылдай уақыт бұрын Тан империясы тұсында Қытайлардың Ташкентке дейін келгендігі белгілі. Демек, бұл жолдарды Қытай генералдары жақсы білет деген сөз. Шынын айту керек, Орта Азия билеушілері үлкен қауіптің алдында тұрды. Олар бір-біріне не істейміз? Осыншама көп Қытай әскеріне қалай қарсы тұрамыз деп, бір-біріне елшілер жіберіп, дабыл қағып жатқанда, Ауғанстан жерін билеп тұрған Ахмад Шах Дурани деген билеушінің адамдары сонау қиырда жатқан мына біздің қазақ даласына келіп жетеді. Бұл кезде Абылай ханның жағдайы да мәз еместі. Қазақ әскерлері Қытайдың қаптаған армиясымен шегіне жүріп ұрыс салуы айтарлықтай нәтиже бере қоймады. Қытайдың қалың қолы Сарыарқа жеріне қарай ішкерлей еніп, алған бетінен қайтпады. Жоңғарлар елінен қашқан Әмірсана деген билеушісін ұстап беруден бас тарту істі одан әрі шиеленістіріп жіберді. Қазақтар тек Қытайдан төнетін осынау алып күшке ғана емес, солтүстіктегі Ресейдің әскеріне де бір уақытта тойтарыс беру керек болды. Әскер саны шектеулі ғана емес, қажетті қару-жарақ, тіпті әскер саны жағынан да Қытайлық Цин әскерінен әлдеқайда аз қазақтар енді қаптаған жауға қарсы одақтастармен бірігу керектігін түсінді. Осылайша Ауғанстан мемлекеті мен Қазақ ордасы арасында екі жақты келіссөздер басталды. 1762-1764 жылдар аралығында
Ауғанстан мен қазақ билеушілері арасында елшіліктер алмасып, жауға қарсы тұрудың әдіс-тәсілдері талқыланды. Жер жағдайы, әскер саны, көмектің келіп жететін кезі, әскерлерді орналастыру, оларды азық-түлікпен, қару-жарақпен қамтамасыз етуден бастап, соғыстың стратегиясы да сөз болса керек. Қазақтар жағы сонымен қатар батыста жатқан Осман империясымен күш біріктіруді көздеп, Әбілмәмбет пен Абылай Сұлтан елші жіберуге дайындалады. Алайда Стамбул мен Түркістан арасы тым шалғай болатын. Оның үстіне тарихқа қарайтын болсаңыз, соның алдында қалмақтардан қорлық көрген қазақ ордасы діні мен ділі бір ғой деп үміттеніп, Әз Тәуке мен Қайып хандар кезінде Осман сұлтанына жазған хаты нәтижесіз аяқталғандығы да белгілі. Сол себепті Османдардан көмек келгеннің өзінде уақыттың тығыздығы бұл елшілікті тиімсіз деп есептеп, Орта Азия хандықтарымен бірігіп қарсы тұру жөнінде шешім қабылданды. Қазақ ордасы, Қоқан, Бұхар мен Ауғанстан билеушілерінің бірігіп әскер жасақтап жатқандығы туралы бұл суыт хабар сонау Пекин сарайына да жетеді. Өзінің жан шошырлық жорығымен жоңғарларды қырып жіберген Алып Цин империясы айналасындағы халықтарды кәдімгідей үркітіп жібергенін енді ғана түсінген сияқты. Олардың Қытай әскеріне қарсы бір мақсат төңірегіне топтасуы императорды ойландырып тастады. Осы кезде Ауғанстан билеушісі Бұхарамен одақтасып, Қытайлардың жақтасына айналған Бадахшан жерінің билеушісі Сұлтан Шахты талқандап, оның басын кесіп Қытайларға жібереді. Осыдан кейін Шыңжаң жеріндегі Қытай генералдары одан әрі ішкерлей енуге қауіптеніп, біраз аялдап, күш жинауды ойластырады. Алып Цин империясымен тікелей қақтығысқа бармай, істі дипломатиялық жолмен шешуді ойлаған Ауғанстан билеушісі 1762 жылы елшілер қосынын дайындап, Пекинге аттандырады. Ауғанстан елшілері императорға 4 сәйгүлікті сыйға алып келді. Император сарайына келіп жеткен елшіліктің де өз-өзін ұстауы, сарайдың әдет-ғұрпына иілмеуі Қытай шенеуніктерін ашуландырады. Қытай шенеуніктері келген Ауғанстан елшілеріне императордың алдында тізесін бүгіп, жерге маңдайын тигізіп тағзым етуін талап етеді. Алайда елшілер бұл талапты орындаудан түбегейлі бас тартады. Келген елшілерге өз талабын орындатып үйреніп қалған Қытай сарайындағы шенеуніктер Ауғанстан елшілерінің мұндай тосын мінезіне бұлқан-талқан ашуланып, не істерлерін білмей қалады. Тіпті бұл туралы нақты тарихи деректі Джордж Ньюби есімді адам өз естелігінде былай деп жазып қалдырады. Осы уақытта сотқа жүгінген барлық мұсылман елшілерінің ішінен тек ауғандықтар ғана тізерлеп бас июден бас тартқан сияқты. Сот шенеуніктері Ауғанстан елшісіне ашуланып сөгіс беріп, тіпті батыстықтар мен орыстар да мұны орындағанын көрсетті деп жазған болатын. Өздерін алып держава санайтын Ресей мен Еуропа елдерінен келген елшілердің өзі Қытай императорының, яғни Цин Боғды ханның алдында тізерлеп бас июі, ал Ауғанстан елшілерінің мұны орындаудан бас тартуы әрине император сарайын әбден әбігерге салғаны түсінікті. Ауғанстанның мұндай тік мінезділігі император сарайын әбігерге түсірген аздай, енді елшілердің алып келген хаты, яғни Ахмад Шах Дуранидың Қытай императорына, яғни Цин Боғды ханына жазған хаты да сарай шенеуніктерін ойландырып тастады. Ахмад Шах өз хатында былай деп жазады: Цин өз алдына бір мемлекет. Машын, Қашғар, Жаркент, Әндіжан, Қоқан және барлық қазақты сен өзіме тиесілі деп айтасың. Алайда олар біздің мұсылмандар. Қандай себеппен олар саған тиесілі дейді. Қытайлардың қалың әскеріне қарсы Орта Азия әміршілерінің өре түрі келіп, күш біріктіруі, бір-бірімен елшілер алмасып, қарсы шығуы Цин императорын үрейлендіріп жіберді. Міне бұл оқиға
бірлігі жарасқан елдің қандай жауға болса да төтеп бере алатынын көрсеткен үлкен тарихи оқиға болды. Алайда Шығыс Түркістанға баса көктеп кіріп, жергілікті мұсылмандарды қол астына бағындырған Цин империясына қарсы күрестің бұл тек бастамасы болатын. Сонымен, бұдан қорытынды айтар болсақ, қазіргі қаптаған Қытай әскері келіп жатқан жоқ. Бірақ Орта Азия елдерінің бірлігі, татулығы мықты ма? Сыртқы жауға бірігіп қарсы тұра алатындай жағдайы бар ма? Мысалы, Тоқаев президент боларда оны дипломат деп мақтауын асырғанымен, алыстағы Американы санамағанда осы айналамыздағы отырған мына жақтағы қырғыз, өзбек, тәжік, түрікмен ағайындармен, халықтармен жалпы байланысымыз жақсы ма? Қазақстанның бұл әрине үлкен мәселе, себебі мемлекеттің тұтастығы мен және оның қауіпсіздігі ол бірінші кезектегі мәселе. Сонау алыстағы Америка деп арқаламай жақын отырған осы шекаралас өзбек, тәжік және түрікмен, қырғыз сияқты ағайындарымызбен өзара байланысымызды дұрыстағанымыз әлде қайда тиімді болмақ. Тарихтың осыны көрсетіп отыр. Тоқаев осынау тарихи мүмкіндікті пайдалана алады ма? Біз мына Орта Азия елдері, тәжік, қазақ, өзбек, қырғыз, түрікмен ағайындар бір мақсат төңірегінде біріге аламыз ба?